8 желтоқсанға арналған жұлдыз жорамал. Тоқты, бір жақты күн емес. Сіз бір уақытта бірнеше шаруаны қолға алғыңыз келеді. Жұлдыздар сізге оның ішінде ең маңыздысына ғана бар назарыңызды бұруға кеңес береді. Кейбір тоқтылар өзгелердің не ойлайтыны жайлы бас қатырумен әлек болуы мүмкін. Бұл олардың дұрыс әрекет жасауына кедергі болары сөзсіз. Сонымен қатар бүгінгі күні сізге кеңес беріп жатқан адамдардың кеңестерінің барлығы дерлік жақсы деп айта алмаймыз. Себебі олардың көбі сіздің шаруаларыңызды, тіпті сіздің жағдайыңызды да аса жақсы біле бермейді. Ал маңызды нәрселерге қатысты жерлерде өзіңіздің ақылдылығыңызға және тәжірибеңізге сүйене отырып әрекет етіңіз. Торпақ, тамаша әрі жемісті күн. Бүгінгі күні жұмысыңызда керемет сәттіліктерге қол жеткізуіңіз мүмкін. Сіз өз шаруаларыңызды жақсы атқарып шығып, қиын жағдайда қалып, сол жағдайдан шыға алмай жатқан жандарға көмектесе аласыз. Айналаңыздағылар сіздің тәжірибеңізге көбірек сенім артып, сізден жиі кеңес сұрауға келеді. Әлеуметтік желілерде болсын, түрлі және өзіңізге ұқсамайтын адамдармен араласуға мүмкіндік болады. Жаңа таныстардың жүрегін жаулап, олардың құрметіне ие бола аласыз. Өзіңізге назар аудартудан еш қорықпаңыз. Адамдар сіздің бойыңыздағы талантты қаншалықты көп білсе, соншалықты сізге жақсырақ болады. Бүгінгі күні басы бос торпақтардың романтикалық оқиғасы басталуы мүмкін. Егіздер, күн өте сәтті басталады. Сол себепті күннің бірінші жартысын барынша тиімді пайдалануға тырысыңыз. Бұл уақытта көп нәрсеге қол жеткізуге болады. Маңызды кездесулер мен сөйлесулерді түске дейінгі уақытқа жоспарлағаныңыз абзал. Тіпті отбасылық мәселелерді де көп ұзатпай мүмкіндік болғанша осы уақытта шешіп тастағаныңыз жөн. Сәлден кейін маңызды тапсырмаларыңыз пайда болады және сіз тек сол шаруаларды шешуіңіз керек болып, басқа нәрселерге уақытыңызда болмайды. Сонымен қатар бүгінгі күні егіздердің жоспарланбаған шығындары шығып қалуы ықтимал. Бұл шығындар тұрмыстық мәселелерді шешуге немесе жақындарыңыздың көңіл күйін көтеру үшін жұмсалуы да мүмкін. Алайда шығынның көлемі үлкен емес, сол себепті қынжылмасаңыз да болады. Шаян, мазасыз күн. Бүгінгі күні сізге өзгелердің мәселелерін шешіп, қиын жағдайда қалған адамдарға көмектесуіңізге тура келуі мүмкін. Басында сіз шаршағаныңызды сезбесеңіз де, күннің екінші жартысында бойыңызда әлсіздік пайда болып, шаршағаныңызды сезесіз. Ұрыс жағдайларынан мүмкіндік болғанша барынша алыста болуға тырысыңыз. Кіммен болса да сөз таластыру, сөзге келіп қалу, немесе жанжал деген сияқты жағымсыздықтардан аулақ болыңыз. Қазіргі сіздің жағдайыңызда бұндай жағдайлардан жеңімпаз болып шығу оңай емес. Кешкі уақыт тыныш әрі сізді шаршатпайтын нәрселермен айналысуға қолайлы уақыт. Өзіңіздің сүйікті хоббилеріңізді еске түсіріп көріңіз. Бұл сіздің көңіл күйіңізді көтерері сөзсіз. Арыстан, жеке қарым-қатынастарыңыз үшін күн жайлы болғалы тұр. Сізге позитивті көңіл күй сыйлайтын жаңа романтикалық сезім отының тұтануы да ғажап емес. Жеке қарым-қатынасыңызға қатысты нәрсенің барлығында да өзіңіздің интуицияңызға құлақ ассаңыз болады. Оның берер ақылдары дәл әрі нақты келеді. Шаруаларыңыздағы сәттіліктер қарапайым болғанымен, сіз оған да разы боласыз. Мақсаты сізбен бір жерден шығатын адамдармен болашаққа қатысты жоспарларды талқылауыңызға болады. Өзіңіз күтпеген қолдауларға да ие болуыңыз ғажап емес. Сонымен қатар, бүгінгі күні көптеген арыстандарға ақша түсуі мүмкін. Бикеш, жемісті күн. Сіз бүгінгі күні күшіңізді интуицияңыздың арқасында босқа жұмсамайсыз. Себебі сізге интуицияңыз қашан жалғыз әрекет ету керектігін және қашан өзгелердің көмегіне жүгінуге болатынын дәл көрсете алады. Бұл күні айналаңыздағылармен сөз таластардың орын алуы екі талай. Ал сөзге келіп қалусында жағымсыздықтар орын алып жатса, сіз өз сөзіңізді нақтылай біліп, барлығын нақты деректермен орнына қойып тастайсыз. Сонымен қатар, сәтсіз сауданың кесірінен шығындалып қалуыңыз мүмкін. Келісім шарт жасасуға да асықпағаныңыз жөн. Барлық талаптармен толық танысып шығып, барлық адамдардың әсіресе сізге қызығушылық танытып, әр нәрсені ұсынған адамдарға сенім арта бермеңіз.
Таразы, бұрын бастаған шаруаларыңызды аяқтау үшін бар назарыңызды соған қарай бұрыңыз. Бұл жағдайда тек жалғыз әрекет еткеніңіз жөн. Шаруаларыңызға басқа адамдарды көмекке шақыруыңыз сіздің көп уақытыңызды алып, тіпті сізді ашуландыруы да мүмкін. Бүгінгі күннің басым бөлігін іш пыстырарлық, шаршататын жұмыстарға арнауыңызға тура келеді. Есесіне бұл жұмыстар сізге алдағы уақытта пайдасын тигізетін мол тәжірибе бере алады. Сонымен қатар бүгінгі күні денсаулығыңызды жақсартуға көмектесетін емдік шараларды жасап көріңіз. Денеге арналған жаттығуларда сізге өз пайдасын тигізері анық. Осындай пайдалы нәрселердің арқасында сіз өзіңізді әжептәуір жақсы сезінетін боласыз. Саршаян, бүгінгі күн қаржыға қатысты мәселелерді шешу үшін өте қолайлы. Ақшаға қатысты жерлерде сіз ешқандай қателіктерге бой алдырмайсыз. Өміріңіздің басқа салаларында кішігірім қиындықтар орын алуы мүмкін. Алайда сіз бұларды оңай шеше аласыз. Бұл ретте сізге өзіңіздің мол тәжірибеңіз бен ақылыңыз және өз күшіңізді дұрыс бағалай білуіңіз көмектеседі. Бүгінгі күні саршаяндар өз күшін көрсетіп, айналасындағылармен болашаққа қатысты жоспарларымен бөлісе алады. Бүгінгі күні сіздің беделді серіктестеріңіздің де пайда болуы ғажап емес. Сонымен қатар, олардың тарапынан қызықты әрі тиімді ұсыныстарға ие болуыңыз әбден мүмкін. Мерген, көп нәрсе жақсы болғалы тұр. Атап айтсақ, жұмысыңызға қатысты жақсы идеяларыңыз пайда болып, кірістеріңізді ұлғайту үшін не істеу керектігін айқынырақ түсініп, кәсіби позицияңызды нығайтатын боласыз. Бүгінгі күні тек өзіңіздің күшіңізге ғана сенім артыңыз. Себебі, көмек беремін деп уәде еткен адамдарға бүгінгі күні өз сөздерінде тұру оңайға соқпасы анық. Күннің екінші жартысы ақшаның түсуі және сәтті сауданың болуымен қуантпақ. Бұл уақыт тұрмыстық мәселелерді шешу үшін де қолайлы болғалы тұр. Сіз бұзылған заттарды оңай жөндеп, қажетсіз заттардан құтыла аласыз. Кейбір мергендер үйінен пайдалы заттарды күтпеген жерден тауып алуы да ықтимал. Тауишка, тамаша әрі өнімді күн. Сіз табандысыз әрі өте беріксіз. Басқалары сәтсіздікке ұшыраған жерде сіз еш қорықпастан өз дегеніңізге қол жеткізесіз. Қызықты іскерлік ұсыныстардың да түсуі ғажап емес. Бұл ұсыныстарды қабыл алғаннан кейін сіз өз кәсіби позицияңызды нығайта түсіп, алдағы уақытта табысыңызды да ұлғайтатын боласыз. Қазіргі уақытта мойныңызға көп жүк алмаңыз. Жаңа шаруаларға өздігімен рет-ретімен келуіне мүмкіндік бергеніңіз жөн. Күннің екінші жартысында жақындарыңызбен сөзге келіп қалуыңыз ықтимал. Алайда ортақ компромисті табу қиынға соқпайды. Сіз өзгелер үшін көп нәрсеге баруға дайынсыз. Бұны айналаңыздағы жандар байқайды. Алайда сізге иілуге болмайтын жерлерде қаталдық танытуыңыз орынды болмақ. Соқұйғыш, болмашы нәрселерге бола уайымдамауға тырысыңыз. Бүгінгі күні болып жатқан оқиғалар сіз қалағандай болмағанымен де, бұл күннен өз несібеңізді алуға мүмкіндігіңіз жетерлік. Алдыңыздан жаңа мүмкіндіктер есігі де ашылмақ. Бұл мүмкіндіктерді осыңыздан шығарып алмауға тырысыңыз. Үйреншікті тәсілдермен әрекет ету үнемі сәтті бола бермеуі мүмкін. Сол себепті аяқ асты қажет болған жерлерде жаңа тәсілдермен әрекет етуге барынша тырысып бағыңыз. Іскерлік қарым-қатынастарыңыз әдеттегіден қарағанда шиеленісті болып жатса да, сіз барлығымен ортақ келісімге келе біліп, қолдау керек болып жатса, кімнен қолдау сұрау керектігінде жақсы білесіз. Бүгінгі күні үйіңізге пайдалы нәрсе сатып алуыңызға да мүмкіндік болады. Ал кешкі уақытта соқұйғыштарға тек өздеріне арнауға кеңес береміз. Балықтар, отбасы шаруаларына көңіл бөлуге тырысыңыз. Бүгінгі күні сіз өзіңізге және жақындарыңызға маза бермей жүрген проблемаларды шешіп, алға жылжуға кедергі болған қиындықтарды жойып, болашаққа қатысты мықты жоспарлар құра аласыз. Жақындарыңызбен өз сезімдеріңіз, үрейлеріңіз жайында ашық сөйлесуден еш қорықпаңыз. Бұл орайда барлық нәрсені еш бүкпесіз, астарсыз айтуға тырысыңыз. Шынайылық өзара түсіністік табуға ықпал ететін жалғыз амал. Бүгінгі күні ауқымды әрі қызықты шаруаны қолға алуға мүмкіндік тумақ. Қойған мақсатыңызға жылдам жетуге көмектесетін жаңа серіктестеріңіз бен көмекшілеріңіз де пайда болады. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.